Құрметті оқушылар, біз бүгін 5-ші сыныптың, яғни 9-шы бөліміне арналған бір жұмысын талдайтын боламыз. Holidays, яғни бізде мереке немесе демалыс күндер деп аударылады. Бірінші тапсырма reading. Use the information in the story to answer the questions below. Яғни біз текстті оқып, астындағы сұрақтарға жауап беруіміз керек. Біріншісі, what season holidays does Henry like most? Henry likes spring holidays. Сондықтан бірінші А болады. Fall is the favorite season for. Fall Judy'стің, яғни сүйікті жыл мезгілі екен. Which of these is not a summer holiday? Қайсы, яғни жаздың мейрамына жатпайды. Так, ол жұмыс нақтырақ көріп алайық. Independence Day мүмкін. Так, ол summer holiday-ға жатады екен. Spring, St. Patrick's Day. Patrick's Day жатпайды екен, жаздыкіне. Жаздың мейрамына яғни. Which of these is a spring holiday? Так, қайсы Easter, яғни бұл көктемнің мерекесі. Fall holiday, яғни күзде болатын, бұл Halloween бізде. Осындай дұрыс жауаптар осылар болады. Write a paragraph about your last holiday celebration answering the following questions. What was your last holiday? Яғни біз бұрынғы болған бұл жерде енді каникул күндерін айтуға болады, сол қай жақта болды, немесе мереке кіммен тойладың, қанша адам болды, кімдер болды, сыйлықтар берді ма, қандай сыйлықтар, және сен нені ұнаттың дейді. Енді біз бұны сұрақтарға жауап ретінде жазсақ та болады, немесе мынандай эссе ретінде жаздым. My last holiday was on the 22nd of March in spring. Яғни мен соңғы тойлаған мейрамым бұл 22-ші наурыз болды көктемде. In this day, Kazakh nation usually celebrate Nauruz like New Year. Бұл күні, яғни қазақтар наурыз тойлайды, ол жаңа жыл сияқты. I celebrated in Astana with my relatives. Яғни мен Астанада тойладым. Сендер қаланың атын өзгерте берсеңдер болады, кімдермен, туысқандармен. There were 15 people at the party. Яғни how many people? Неше адам? 15 адам. They were relatives and my friends. Олар яғни туысқандарым және достарым. My grandma got presents in her birthday. It was a bag. I liked the most traveling by train. Яғни сол күні бір жағынан әжемнің туған күні болды, оған сыйлықтар берілді, немесе сен ай деп жазып өзіңе берілген сыйлықтар жазсаңдар болады. It was a bag. Мысалы сумка болды. I liked the most traveling by train. Яғни ең қатты ұнағаны мен сол Астанаға бару, немесе үште сол мейрамды сипаттасаңдар болады. Соны тойлау маған қызық болды деген сияқты. Барлығы 9 балл екен, яғни бірінші сұрақ бойынша бізде мінекей дұрыс жауаптары бірінші А, екінші Д, үшінші Б, төртінші А, бесінші Д-ны таңдасаңдар, бұған 5 балл беріледі, екіншісіне 4 балл, яғни жауап бергеніңе қарай, грамматика сақтағаныңа, дұрыс жазылуыңа, лексикалық тақырыпты ашқаныңа байланысты 4 балл, сонда барлығы 9 балл беріледі екен. Сұрақтарың болса, комментарийға жазып, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Hey, goodbye, good luck to you. Сау болыңдар оқушылар.